әдемі әрі жұмбақ, тыныш та жайбарақат. Ай түнгі аспандағы ең жарық нысан. Юпитер мен Сатурнның әрқайсысында 80 шақты серік бар. Нептунның 14 серігі бар. Тіпті Марстың да 2 серігі бар. Бірақ біздің планетамыз Жердің бір ғана айы бар. Және ол біздің ғарыштағы ең жақын көршіміз. Ай басқа планеталармен салыстырғанда жақын болғанымен, ол бәрібір өте алыс. Ол Жерден 384 000 километр қашықтықта. Бұл қашықтықты басып өту Жерді 9,5 рет айналып өткенмен бірдей. Ай Жерден әлдеқайда кіші. Егер Жердің іші қуыс болса, оған 50 ай сыйып кетер еді. Жерден көп күші болғандықтан айдағы гравитация әлдеқайда әлсіз. Демек, сен айда Жердегіден 6 есе жеңіл болып, өз салмағыңның 6-дан 1-ін ғана тартар едің. Немесе керік айға жетсе, Жердегі жолбарыстай салмаққа ие болар еді. Ай түнде жарқырап тұрғанмен, оның өз жарығы жоқ. Оның есесіне ай күн жарығын шағылдырады. Яғни біздің Жерден көретініміз тастақ, шаңды, ай бетінен шағылған жарық. Ай Жерді айналатындықтан күн сәулесі әр уақытта оның әр түрлі бөлігіне түседі. Сол себепті оның бізге көрінетін бөлігінің пішіні түн сайын өзгеріп тұрады. Айдың мұндай әр түрлі пішіндері оның фазалары деп аталады. Барлық фазалар арқылы өтіп шығу үшін айға 29 күн керек. Сосын бәрі басынан басталады. Ай өте үлкен, жарық, әрі бізге жақын болғандықтан ол әрқашан адамдардың қызығушылығын туғызды. Алайда 20 ғасырдың ортасында ғана адамзат ғарышқа көбірек көңіл бөле бастады. Жер гравитациясын жеңіп, атмосфераны жарып өтуге қабілетті алғашқы зымырандар ұшырылып, адамдар атмосфераның сыртын зерттей бастады. Зор еңбекпен көптеген қиындықтарды артқа тастап, адамзат баласы алғаш рет айға жетті. 1969 жылдың 20 шілдесінде Америкалық Аполло 11 миссиясының астронавтары айға қонды. 21 шілде күні Нил Армстронг ай бетіне аяқ басқан алғашқы адам атанды. Айда атмосфера жоқ, яғни онда дем алатын ауа жоқ. Атмосфера болмағандықтан ай бетіндегі температура күрт өзгереді. Күнгейде қайнап тұрса, көлеңкеде өте суық. Сол себепті айдағы ғарышкерлерді қорғау үшін тиісті температураны ұстап тұратын және тыныстауға мүмкіндік беретін арнайы костюмдер мен жабдықтар қажет болды. Айда адам аяғы баспағалы жарты ғасыр болды. Бірақ онда болған ғарышкерлердің ізі әлі күнге сайрап жатыр. Өйткені айда жел немесе ізді шайып кететін су жоқ. Егер айға құлаған метеориттер бұл ізді басып қалмаса, ол әлі жүздеген, не тіпті мыңдаған жыл сақталуы мүмкін. Ай туралы көбірек білген сендерге ұнады деп сенемін. Көріскенше сау болыңдар.